Жаңа оқу жылынан бастап мектеп асханасында зиянды өнімдер болмайды. Балаларға тәттілер мен газдалған сусындар берілмейді. Оның орнына пайдалы әрі құнарлы тағамдарды жас ерекшеліктеріне сай беріледі. Оны бізге аспазшы түсіндіріп береді. 4 кезеңдегі ас мәзірі жаз, күз, қыс, көктем деген біз қазір жаз бен күзді пайдаланып жатырмыз. Бүгінгі ас мәзірінде біздерде картоп пенен морковтың езбесі, сосын барып балық котлеті, фишбол деп аталады, итмұрын сусыны, нан, алма беріліп жатыр. Ас мәзіріне байланысты, біздерде жас аралығына байланысты, нелері өзінің балдарға нормасы өзгеріп тұрады. 7 жас пен 10 жас аралығына 200 грамм сусыны, 200 грамм алмасы, 35 грамм наны, сосын бар картоп езбесі 130 грамм, котлеті 70 грамм. Күнделікті тамақтар ас мәзіріне байланысты өзгеріп тұрады. Жемістері де, сусындары да әртүрлі өздерінің нормасына сәйкес өзгеріп тұр.